Упаковка. Мини машина келді. Крышкасы бар екен. Мына жерде кептіретін координасы бар. Енді машинаның өзі. Кішкентай ғана, удобно. Примерно салмағы бар 2-2,5 килограмм шығады примерно. Енді мындай несі бар. Удивленителі бар. Яғни осы тоқпан істейді ғой. Осыны тоққа саласыздар. Ең қарай істейді. Так, бұның мынандай кнопкасы бар, бұл жерде қосатын. Ана жерде жасырынып тұр, оның ашылғаннан кейін көрінеді. Енді арт жағында мынандай несі бар. Жаңағы тоққа салатын жері бар. Енді астында мындай прикрепление жасайтын жері бар, резинкалар бар. Қазір құрып көштім. Қатты жерге қою керек, бұны құру үшін. Жабысады көріңіздер ме? Жабысып қалады осылай. Жақсы жабыстырамыз, сосын ашамыз. Мына ортасын басамыз, ашамыз. Міне камера іші осы көрінеді. Мына жерде резинка екен. Осы резинканың артынан жиналатын осындай жиналады. Енді жерде кнопкасы бар. Старт деп бар. 1-15 андай режимдер бар. Енді қазір қосып көрсетейін енді. Мына түп жағынан мынаны саламыз. Мына зарядканы саламыз ішіне. И ол артынан қоямыз. Енді мынаны тоққа саламыз. Зарядка. Бұл питаниясын саламыз осы жерге міне. Мысалы, шиқ деген дауыс шықты, естіңіздер ме? Қосылды. Қазір мына старт деген басып қоссақ болады. Қосылды. Осы сиреген. Артқа қарай айналады. Режимдерін басып шықмай болса деген. Тауардың бағасы өзі 3 теңге, келуімен 5 теңге болды. Заказ берем десеңіздер телеграмға өтіңіздер, сол жерде ссылкасын қойып қоям. Сол ссылкамен өтіп, ары қарай заказ берсеңіздер болады. Ссылкасы сол телеграмда тұр. Режимдерін осылай старт деп тұр ғой, соны басып өзгерсеңіздер. Қазір 5-те тұр ғой. Бір бассаңыздар 10-ға ауысады екен. Сосын 1-ге ауыстыруға болады. Осылай ауыстырсам болады екен. Мына кнопкалар басылмайды екен. Тек мынамен ғана ауыстыруға дейсіздер. Мына басып тұрсаңыздар өшеді. Осылай қолдансаңыздар болады. Сосын мынандай координасы бар, кептіретін. Мына кептіретін ішінде несін саласыздар. Кетігі бар өзінде, астында тесігі бар мынандай. Тесікке сайлап ішіне. Ана қарсы қосып көрейік.